Досым, әкең болса қадірін түсіне біл. Сен үшін өмір бақи жасаған еңбегінің бағасына жет. Әкем маған көлік әпермеді, қымбат телефон сыйламады, жұрттың әкесіндей бола алмады деп шағымданба. Ол болса тырнақтап жинап, сен үшін тырысып ақ жүр. Анаң болса тіпті де ренжітпе. Себебі сенің тағдырыңа достарың, таныстарың емес, ең бірінші болып анаң алаңдайды. Анашыңның орнын ешбір жан толықтыра алмайды. Бар кезіңде қимасыңды бағала. Ата наразылығы Аллада. Нағыз бақыт, екі жұмақ есігі, жәннат кілті. Әкеменен анада.